Баян Алагөзованың құдасы қайтыс болды. Продюсердің қызы жан тебірентерлік жазба жариялады. 20 маусым күні Баян Алагөзованың қызы Айсәуле Бақытбек Instagram парақшасында қайғылы хабармен бөлісті. Оның қайнатасы Ербол Қайдаров дүниеден озды. Бұл туралы Стан.кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Марқұм әйгілі қазақстандық онколог, профессор Диляра Қайдарованың жұбайы болған. Айта кетейік, Айсәуле Бақытбек Әлішер Қайдаровтың жары, 3 қыздың анасы. Ол қайнатасына арнап, жүрек тебірентерлік жазба жариялап, отбасының қайғысын бөлісті. Сүйікті адамымның көзіне қарап, ішкі ауырсынуын сеземін, бірақ көмектесе алмаймын. Ондай жараға ештеңе көмектесе алмайды. Балаларыма қараймын, олар өздерінің ең көңілді, ең мейірімді, дүниедегі ең жақсы досын күтіп жүр. Олар оны іс-сапарға кетті деп ойлайды. Ал мен онсыз да нәзік жүректерін қалай жарақаттамай айтуға болады деп, сан түрлі нұсқаны ойланып отырмын. Осы жазбаны жазып, сырласу бағдарламасының жаңа шығарылымын өңдеп, бизнесте табыстарға жетіп жатырмын. Бірақ әкем енді ешқашан мені мақтамайды. Ол менің отбасындағы әр сұхбатымды көретін. Тіпті ұсақ әріппен жазылған сторисі де қалт жібермейтін жалғыз адам еді. Ол ешқашан менімен мақтанатынын жасырып көрген емес. Әке, біз де сізбен мақтанамыз. Сіз біз үшін өте үлкен тұлға болдыңыз. Сіздің балаңыз болу үлкен мақтаныш, деді Айсәуле Бақытбек. Айсәуле Бақытбек өзінің жазбасында қайнатасын мәдениетті, адал, әрі шынайы жан ретінде сипаттады. Ол оның отбасы үшін жасаған барлық жақсылығы үшін шексіз алғысын білдіріп, өзі үшін өте қымбат адам болғанын жеткізді. Айсәуле отбасы мүшелерінің оның өмірден озғанын қабылдауға тырысып жатқанын, бірақ марқұмның өзі қалайтындай өмірді жалғастырып, бақытты болуға күш салып жатқанын атап өтті. Желі қолданушылары Айсәулеге қолдау білдіріп, отбасына қайғыра көңіл айтты. Қадірлі көрермендер, Айсәуле Бақытбектің қайнатасы, қадірлі жанұя мүшесі Ербол Қайдаровтың өмірден өткені үлкен қайғы, орны толмас қаза. Бұл жазбадан тек бір адамның емес, бүкіл бір әулеттің жүрек жарасын, сағынышын, мұңын сезіндік. Айсәуленің сөздері махаббатпен, құрметпен өрілген нағыз жүрек үні. Әр әкенің арманы артында аман сау, бақытты ұрпақ қалдыру. Ербол аға дәл сондай тілекпен өмір сүріп, артында үлкен жүректі келін, азамат ұл мен сүйкімді немерелер қалдырды. Оның әр сөзі мен ісі бүгін де, ертең де отбасы мүшелерінің жүрегінде мәңгі сақталары анық. Айсәулеге, жұбайы Әлішерге және бүкіл Қайдаровтар әулетіне шын жүректен қайғырып көңіл айтамыз. Алла марқұмның жанын рахымына бөлеп, мәңгілік мекенін жәннаттан етсін. Сабыр, сауап, шүкіршілік серік болсын.